Бәріңе сәлем. Мен сені жаңа жылмен құттықтаймын. Мен басталған кезде шынымен не болып жатқанын түсінбедім. Мен қатты қуандым, ура деп. Карантинде барлығы ақша тауып кетті ғой, білесіңдер ғой, иә. Оны айтқым да келмейді. Мұндай болады деп ойламадым. Менікі емес деп өзімді шыңдай түстім. Күшті болайын деп тұр осы жаңа жыл. Бейіндік пәндер 15 болған кездер болды ма? Бәріңе сәлем, сендермен мен Ақнұр. Мен сені жаңа жылмен құттықтаймын. 2021 жылы барлығымызға қуаныш әкелсін, бақыт әкелсін. Келесі жыл осы жылғыдан да керемет өтсін. Барлығымыз қалыпты өмірімізге келейік. 2021 басталғалы жатыр. Осы 2020-ға қорытынды жасап, шоу ретінде видео түсіріп жатырмын. Алдымен осы жылы болған өзгерістерді айтайын, кейін инстаграмыма келген сұрақтары бар, соларға жауап беремін. Біз 2020 жылды барлығымыз отбасымызбен қарсы алған болатынбыз. Сол күні әлі есімде, өте керемет кеш болды. Тәтелерім Алматыға қайтып кетті. Одан кейін сабақ басталды. Наурызда ойламаған жерден карантин басталып кетті. Мен басталған кезде шынымен не болып жатқанын түсінбедім. Жаңалықтар қарамайтынмын. Тек қана әлеуметтік желілерде отырамын. Оның өзінде де мен қарайтын заттар мүлде бөлек нәрселер еді. Тек қана сол наурыздың 16-сы күні 90-дық демалысқа ерте шығамыз дегенді естіп, мен қатты қуандым, ура деп. Бірақ ол кезде мен не болып жатқанын мүлде түсінбедім. Сөйтіп 20-сына таман тәтелер келді. Мен ойладым басында не үшін келе жатыр, бір апта болып қайтып кетіп қалады ма деген сияқты ойлар болды. Сөйтіп тәтелерім жыл бойы менің қасымда болды. Бәріміз бірге мерекелерді атап өттік. Өте керемет болды, бірақтан да қалыпты өмірімізге оралсақ екен деген ойлар да болды. Бірақ жақындарым қасымда болды. Сөйтіп карантинде барлығы ақша тауып кетті ғой, білесіңдер ғой, иә. Сөйтіп мен де біраз сол жолға бардым. Бірақ менің мүлде басқа жол болды. Және де оның ютубпен, видеоблогингпен, инстаграм блогымен мүлде қатысы жоқ. Басқа нәрсе болды, оны айтқым да келмейді. Және де қазір мен онымен айналыспаймын. Мен біраз табыс таптым. Сол табысыма, өзіме, жақындарыма сыйлық жасап қуандым. Бұл да бір тәжірибе болды. Бірінші ақшаны тапқан кездерім осы болды. Сөйтіп, оны қалай жарату керектігін шамалы түсіне бастадым. Бұл да бір мен үшін тәжірибе болды. 2020 жылдағы ең үлкен өзгеріс ол менің осы видеоблогингті бастауым болды. Былайша айтқанда жалғастыруым деп айтсам да болады. Себебі мен бұған дейін 2019 жылдары өзім видео түсіріп жүрдім. Бір жағынан ол менің бақытым емес болды. Мүлде басқа бағытта видеолар түсіріп жүрдім. Бірақ видео түсіру маған өте қатты ұнады. Видео түсіріп, фото түсіру, видео түсіру менің ең қатты ұнататын ісім. Соны өзім зерттеп, соның ішіне кіріп, әйтеуір өзім үйреніп алдым. Барлығын өзім қалап тұрдым, соны жасадым. 2020 жылы бізді оқшаулап тастаған кезде барлығымыз кино көп қарайтын болдық. Ал мен болсам ютубтан шықпадым, күні бойы ютуб қарап отырдым. Сөйтіп, менің жаңағы листіме шығып тұр екен, study with me деп. Мен білмедім бұл не нәрсе деп. Солардың видеоларыма қатынады, солардың видеоларын әрқашан қарап отырдым. Егер өзімнің видеомды түсірмеске деген ой келді. Өзім қалай бармын, соны көрсете бастадым. Яғни өзім күні бойы не істеймін. Алғашқы видеоларым негізі ешқандай озвучкасыз болды. Мен астына субтитр жазып қойдым. Сонымен музыка қойып салып жіберіп отырдым. Күнде жаңа видеолар шығып тұрды. Солайынан сөйтіп каналымды дамыту үшін мен инстаграм аштым, посттар жазып отырдым. Инстаграмда өзімнің чек-листімді адамдарға тарата бастадым. Инстаграмда ең үлкен жетістіктер деп айта аламын. Себебі менің чек-листімді 200-дей адам алды. Мен мұндай болады деп ойламадым. Және де сендерге ұнағанына қуаныштымын. Барлығы өзінің рахметін айтып,
көп рахмет деп жазып жатты. Сөйтіп жаз аяқталып, қыркүйек басталды, онлайн мектеп. Мен мектепке қатты барғым келді. Білмеймін, асқары қалай екен. Ал енді 2021-де мектепке барамыз. Және де осы 2021-де қалыпты өмірімізге қайтып келе жатқанымызға қатты қуаныштымын. Осы 2020 жылғы оқу жылын, менің соңғы оқу жылымды өзімнің тәтелеріммен бірге өткізіп, менің жаныма ең жақын жандар солар. Олар маған әрқашан қолдау көрсетіп отырды. Сөйтіп мен қыркүйектің 5 күні 100 тіркелушіге жеттім. Негізінен осы блогерлікті мен 2019 жылы бастаған кезде тастап кеткенмін, менікі емес деп. Сөйтіп мені көндіріп, қайтып баста, сенің қолынан келеді деген осы тәтелерім еді. Осылай менде барлық сендердің қолдауларымен алғашқы 100 тіркелушім болды. Солайынан сендер маған қатты, керемет, күшті пікірлер жазып жатсыңдар. Сенің видеоларың ұнайды, маған шабыт беріп жатсың. Осылай жалғастыра бер деген қолдаулар көп болды. Соның арқасында одан кейін 200, 300, 400, қазір 470-дей тіркелуші бар. Енді сендерге айтқым келеді, жаңа жылға дейін әлі уақыт бар. 500 тіркелуші болайық. Сол сендердің маған сыйлықтарың болсын. Мен сендерге сыйлық жасамадым. Егерде сендердің идеяларың болып жатса, комментарийға жазып кетіңдер, сендерге жаңа жылға қандай сыйлық бере аламын. Енді әлі де кеш емес деп ойлаймын, оны ұйымдастырып жасауға, егер жақсы идеялар болып жатса. Енді ұбт-ны біраз қозғайық. ұбт-ға дайындығымда бірінші курстар, онлайн курстар жазда басталды. Біреуі Тесланың курсы болды. Менің есімде Тесланың ең бірінші потогы біз болдық. Олар конкурс жасады да, сол конкурста мен ұттым. Курсқа қатыстым. Маған қатты ұнады. Және де анандай оңай жолдармен түсіндіріп берді. Мен одан кейін жаздың кезінде Мегамаздың курсына қатысқан болатынмын. Оны барлықтарың біледі деген ойдамын. Менде екі таңдау болып тұрды: Мегамаз или ұбт академиясы. ұбт-ға дайындықты енді бастаған кезде тек солардың видеоларын қарап жүретінмін. Всегда солардың видеоларын қараймын. Басқа ешкім видеосын қарамайтын. Сондықтан да сол екеуінің біреуін таңдау керек болды. Мегамаз таңдадым. Сөйтіп тереңдетілген физикаға қатысып шықтым. Маған қатты ұнады. Одан кейін курстарға жазылғым келді. Оқу орталықтарына немесе жеке дайындыққа барғым келді. Бірақ ата-анам жібермеді қазіргі жағдайларға байланысты. Сөйтіп, үйде отырып өзім дайындалдым. Және де өзім дайындалған кезде мен өз-өзіме үйреткеннен кейін мен осыны өзімде үйрене алады екенмін ғой деп, одан сайын өзіме шабыт алып, өзімді шыңдай түстім. Мұғалімсіз де осыны өзім жасай аламын деген ой болғаннан кейін, одан сайын өзімнің дайындығымды өзім жасауды үйрене бастадым. Желтоқсан айынан бастап сабақ онлайн курстарына қатысып бастадым. Бір ай болады. Қаңтар айының 17-сіне дейін жалғасады. Курсқа қатысып жатырмын. Ол туралы енді Инстаграмнан біліп жүрсіңдер. Сабақ онлайнның ұстаздарына алғысым шексіз. Жақсы үйреніп жатырмын. Рахмет. Осымен ұбт-ның тақырыбы аяқталды. Сен неге қозғалып тұрсың? Және де менде Инстаграмда тіркелушілер көбейген сайын маған жарнама жасап берші дегендер болды. Сонымен сәл-пәл табыстар болды. Айтарлықтай табыс таппадым. Енді ғана бастағандықтан табыс жағына қарай қатты барғым келмейді. Әзірше осы контентті жүргізе берейін. Осылай 2020-ның қорытындысын аяқтадым. Бұл менің өз сөздермен айтып шыққаным болатын. Енді сендердің сұрақтарыңа жауап берейін. Сол кезде де біраз нәрселер ашылатын болады. 2020-дағы есте қалар сәт.
2020-дағы ең есте қалған сәттер ол мен отбасыммен бірге болған сәттер. Себебі осыған дейін біреуміз Алматыда, біреуміз Аралда болдық. Сөйтіп басымыз қосылмай жүрді. Осы жолы барлығымыз бірге болдық. Туған күндерді, мерекелерді бірге атап өттік. 2020 әлі аяқталған жоқ. Менің ойымша 31 күні өте керемет кеш болайын деп тұр. Біз сол күнге күшті идеялар жасап қойдық. Жаңағы айтқан табыстан кейін басқаларға сыйлық жасай алатын болдым. Сөйтіп менің сыйлықтарым маған басқалар сыйлық жасай, күшті болайын деп тұр осы жаңа жыл. Осы жылдың ең соңғы күні ең керемет күн болайын деп тұр. Сен үшін несімен есте қалды? Видеоблогингімді бастаған жыл ретінде есте қалады секілді. Сонымен есіме алып отыратын секілді осы 2020 жылды. УБТ-да негізгі пәндерден 4-5 болып, бейіндік пәндер 5 болып қалған, бейіндік пәндер 15 болған кездер болды ма? Бұл негізі 2020-да осындай кез болды ма деп сұрағысы келген ғой. 2020 жылы тарихтан 5 болған кездер болды. Бейіндік пәндерден математика, физикада 15 болмады, одан жоғары болды. Дайындықтан көңіл қалып кеткен кез болды ма? Дайындықтан көңіл қалып кеткен кездер болды. Шінде ол көп болып тұрады. Бірақ ол кездерде сен ойлайсың да, мен ертең жоғары оқу орнына түсуім керек деп, сонымен өзіңді қайтып қолға алып жалғастырасың. Дайындықтың паузалары ондай ұзаққа созылмайды. Мен әрқашан біріне істегім келіп тұрады, біріне үйренгім келіп тұрады, сондықтан да қайтып дайындықты жалғастырамын. Осымен 2020-ның қорытындысы аяқталды. Бұл жолға алғысым шексіз. Себебі бұл жол мені жақындарыммен табыстырды, өзімнің сүйікті ісімді қолға алумен байланысты болды бұл жол. Және де 2020 жылда менімен бірге болғандарыңа көп рахмет. Келесі жылы бұл жылдан да керемет оқиғалар болсын, бәріміз бақытты болайық. Менің тіркелушім болғаның үшін саған көп рахмет. Ал егер тіркелмесең, міндетті түрде тіркеліп қой. Мен сені жылы қарсы аламын, және де біздің қатарымызға қосыл. 2021-ді жақсылап қарсы алайық. Көріскенше!